Саламатсыздар ма? Мен бүгін кішкене тағы да кеңес бергім келіп отыр. Көп адамдар артрозбен келеді, артритпен келеді, грыжамен келеді. Тағы да айтамын, ең бастысы біздің ас қорыту жүйесін жақсарту керек. Іш құрылысын былай айтқанда айтайыншы. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол үшін ыңғайы келіп жатса, біз онды тағамдар, калорийный тағамдарды азайтуымыз керек. Онды тағам, тәтті тағам, қантты аз ішуге тырысыңыздар. Ең біздің былай айтқанда ас қорытуымызға кедергісін келтіреді. Енді қалай істейміз? Күніне хотя бы күніне бір 4 рет, 5 рет тамақ ішуді әдетке айналдырыңыздар. Баяғы сіздердің кезінде де айтылған олар. Азанда обязательно ыстық су лимонмен ішу керек. Кішкене кашалар, қазақша айтқанда ботқалар деп айтамыз ғой. Соны жеуіміз керек. Азанда обедте бір жақсы тамақ жеңіздер. Асылған тамақ, етті тамақ ештеңе етпейді. Бір іштімізді тазалау үшін онды азайтыңыздар. Кешкілік онды аз жеуге тырысыңыздар. Азанда лимонмен обязательно су ішіңіздер. Өтті тазалау үшін, өт жолын жақсарту үшін азанда зәйтүн майы деген бар, оливковое масло. Ыстық суға араластырып, хотя бы бір 10-15 күн. Бір чайный ложка, бір стакан суға 10-15 күн ішіңіздер. Ол біздің өт жолын тазалайды. Қалақай деп айтамыз, қалақай түймедақ, ол ромашка, крапива қалақай. Ол қалақай шайы, ол біздің өкпемізбен, бауырымызбен, кешіңіздер, өкпеміз, бауырымызбен өтімізді тазалайды. Соны істейіңіздер. Потом бізде табанымыз бар. Табанда да көп нүктелеріміз бар. Ол енді мен сіздерге әр қайсысын айтып жатқым келмейді. Самый простой нәрсе. Бізде мына іш құрылысына, өкпеге, асқазанға, мынау соның бәріне бір-ақ жолы әр точканы баспай-ақ мынандай бір шара тенісін доп алып алыңыздар да бір мезгіл осылай басыңыздар. Кәдімгідей күніне бір әдет қылыңыздар. Бұл біздің ішкі құрылысымызға да өте жақсы. Біздегі ішкен тамағымыз іш құрылысында тоқ ішектің, аш ішектің ішінде 20 сағаттан көп болмау керек. Одан да аз болмау керек. 20 сағатта ол сыртқа шығу керек, үлкен дәретіміз. Солды есте болсын, соны байқаңыздар. Тағы да бір айтып кететін көп. Егер сұрақ болса қоя беріңіздер. Тағы бір айтатын, егер бізде іш қатудан дала шалмай атсақ, ондай жағдайларда просто мынау тобық бар, тобықтан мына жерден именно біздің нүктеміз бар, мынау тоқ ішектің. Осыны кішкене май тегізіңіздер де былай жоғары қарай уқалаңыздар. Жоғары қарай, төмен, жоғары қарай, кәдімгідей кішкене бас, осылай уқалаңыздар. Бір 4-5, даже 10 минут, екі жақты кезек бұлай алыңыздар да ұқалаңыздар. Мына тобықтың айналасын, вот так, жоғары қарай. Ішін емес, артқы жағын жоғары қарай. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Лайк басып тіркеліңіздер. Рахмет.